Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплиту за Юлей, амурных любит подойти, боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс, папа с мамой в стрессе, весь болезненный, потерял в весе килограмм 10. Не пьет, не ест, вместо конспектов пишет песни. Песни о своей принцессе. Ты с другим, а я погиб, Юля, и мы с ним кровные враги, Юля, потому что не со мной, ты я с ним, Юля, Юля. Мой стих разумит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Гитара, бас, барабаны, старый актовый зал. Заваленные экзамены, ни одного предмета я не сдал. 100 репетиций и перед тобой пою как рок-звезда. Я в эту песню не сумел вместить всех своих чувств, но на всю жизнь я заучил эти 4 стиши наизусть. Ты так и не узнала, что я тебе посвятил эти стихи. Мой самый первый трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Еске аламыз, сағынамыз өзіңді. Ақ көңілді жан едің ғой өмірде, неге өмір қысқа болып берілді. Сағынамыз, сарғаямыз жабыға, қайғы мұңды көтерерміз жамыла. Қара жерді сен жатырсың жамыла, көзімізден ыстық жастар ағыла. Қош жанарымыз жылағаннан оралмас, сыр шертеміз жүрегімізде ауыр тас. Ешқашанда айлар өтсін, жыл өтсін, есімізден ешқашанда жойылмас. Көк шыққанға бір қуанып, шөп шыққанға бір қуанып, өмір өтті зырғып. Ya Rabbim Allah, ya Rabbim Allah. Осы оқылған Құран аяттарының сауабын Айтбай баласы Өмірхан, Шәжен баласы Бекмұрат, Көшетбай қызы Тілеуқор, Екен қызы Баян, Ілиясова Жәмила, Кәрім Саттар қызы Шолпан марқұмдарға арнайы бағыштадым. Ya Rabbim Allah, осы марқұмдардың біліп білмей жасаған, үлкендік үшін пендешілікпен жасаған күнә кемшіліктері болса кешіріп, Ya Rabbim Allah, жатқан жерлерін жайлы топырағын торқа етіп, Ya Rabbim Allah жәннатты нәсіп етеді. Осы марқұмдардың қабырларын Құран нұрымен нұрландырып, жатқан жерлері жәннатты бір бақшасынан болуын насip ете көр. Ya Rabbim Allah, ya Rabbim Allah, қиямет күні марқұмдарды өзің рахматыңа бөлеп,
Пайғамбарымыздың шапағатына лайықты болған құлдарының қатарына қосып, амал дәптерлері оң жағынан беріліп, есебі жеңіл таразда азгамалар ауыр тартқан, сират көпірінен оң етіп, я Раббым Алла, жанната жамалға қауышқан, бақытты пенделердің қатарында болуын нәсіп ете көр, я Раббым Алла, марқұмдардың артында ұрпақтарына, туған туысқандарына иман байлығын бер, хидайет, тауфиқ бар, көркем сабыр бер, я Раббым Алла, отбасыларына амандық береке бірлік болсын. Я Раббым Алла, осы марқұмдардың артына осыларға Құран оқытып отырған өзінің класстастары барларын класстастарына, я Раббым Алла, отбасыларына амандық бер, денсаулық бер, я Раббым Алла, кәсіптеріне береке бер, я Раббым Алла, дендеріміз дерттеріне шифа, мал мүлктеріне береке бер, я Раббым Алла, өзінің мейіріміңе, рахымыңа берекейсің, Раббым Алла. Ya Rabbim Allah, bir özüne kuşup, bir özüne cerden tileyimiz. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Sallallahu ala hayri halki. Шалқып сәби сезімменен 10 жыл мектеп партасында бірге отырдым өзіңменен. Сездіруге батпадым ба бала махаббатымды, терезенің жақтауына ойып жаздым баладың ба, қоштасардан неге сенің жас толқыды жанарыңа. Сездіруге батпадым ба бала махаббатымды, терезенің жақтауына ойып жаздым
Осы кезде екі линейде келіп, содан кейін Bildiğimiz bärimiz bildiğimiz dostlar urunetsi. Endi bir жаңа bilgimiz var. Осы үйден кейін дәм көтереміз. Ama gazsız. Gaz. Var. Көбейтүзөрүндө 66-жылы мектеп табалдырыгын аттап, ол убакта Жаңарка ауданынын алгачкы мектеби Владимир Ленин атындагы мектеп болатын. Сол мектепте сол Владимир Ленин атында болып тұрған кезде ондай болмасын. Ең соңында сөйлеудің нүктесін қойдым деп есептеңіздер. Басындағылар ашық берді деп, ортадағылар өтірде тұрады. Сондықтан мынау бүгін ауылда енді сағынып келгеннен кейін қызық болған той күні бола сөзі болды. Қуаныш көп болсын, той көп болсын, уайым жоқ болсын. Талқыға күз айға атты қыздар. Сіздер қошеметке отырыңыздар. Анандай жасқа келіп, 70 болғанда, 70 білетсіз болған шығар, білетсіз болған 70 дайындарыңыздар. Жарты минут, 1 минутқа жеткізбей, мен бітірдім, сосын үйлендім. Класстастар, достар, бүгін енді Ақтөбенің қары жарып дейді. Мен осы бүгінгі күнге дейін сенбедім, шын айтайын. Бұлай жүргенде бір ақсақал адам бәйбішесі қайтыс болған. Сол келген екен, сөйлесіп кеткен екен. Сонда оған жеңгесіне сөйлескенде жеңгесі айтқан екен. Қызау, саған біреу келді, жай келді ме, сөйлесіп жоғарғы санаттың барып өтіміз болдық. Сол енді қазір енді зейнеткерміз. Басқа ештеңе айтарым жоқ, жолдасым Ақмарал. Қашан үйленіп тұстадыңызда, қанша балаларыңыз? 3 жыл үйлендік. Иә, 3 ел балам бар, Құдай бергенде шөлі жақсы жұмыстар істейді. 3 келінім бар, немерелерім бар, Алла берген. Ел қатарып жүріп жатырмыз енді. Менің қарны жауылған күні, иә, құрдастарым, сендерді көріп бүгін түн ұйықтаған жоқпын. Таңғы 5-ке шейін далада жүрдім, ұйықтай алмай. Иә, бәріміздің басымызды осындай жағдайға келтірген мынау Баян мен Кенеш, Шалатай Аманжан төртеуіне көп рахмет. Әсіресе Баянға, Баян 100 жасқа
бала шағаның қызығын көріп, дастархан әрқашанда жақсы кеш қонақта болдық, дастархан ортасында отырдық. Саған көп рахмет. Мен әйткені Шолпан 58 жылы өркендеу бөлімшесінде туғанмын. 2 келінім, 1 күйеу балам бар, 8 немерем, 1 шөберем бар. Аллаға шүкір, мамандығым повар. Сендерге басым бием, өте қуаныштымын, сендерді аман есен көріп, осындай жасқа келгеніңізше. Көп рахмет. Мына жердегі бұл 50 жыл бұрын 16-17 жастағы қыз бен жігіттер бүгінгі 50 жылдық мерейтойларымыз құтты болсын. Әр шаңыраққа қызық мереке ырыс тілеймін. Отбасыларыңызда тек қана қуанышқа келе беріңіздер. Енді кімнің қандай күйде екенін, сезімде екенін білмеймін. Мен Ақсайранның жолдасымын, бірақ бұл кісінің сезімі деген керемет. Бірінші сезімі қара шаштар басталды. Оны кешеден бері жырлап айтып жатырмыз, чатта да айтып жатыр. Қара шаш сізге көп рахмет. Өмір жасыңыз ұзақ болады екен. Сізді басында уже дұрыс атамады, өмірде жоқ дегендей оған айбеттеңіз. Бірақ соңында сол өте бір қуанышпен, бүкіл группада қуанышпен іздеушілер көп болып, сол керемет бір Құзайыр әлі қара шашты көргенше өзі сондай толқуда болды. 2 сөздің тұрса қара шаш, жатса қара шаш, оянса қара шаш, сондай болды. Сол қара шашты көруге бәріміз асықтық. Дұрыс, бұл сыныптастар деген жарты ғасырлық мынау сіздердің өмір жолымен жан-жаққа кеттіңіздер. Жарты ғасырдан кейін керемет сезім күймен, сезіммен, керемет отбасыларыңызбен үйге баранды болып, немерелі болғансыз, шөберелі болып жатсыздар. Солар ұзағынан болсын, тойларыңыз тойласа берсін. Енді 50 жылда кездеспей, бір 5 жыл сайын өздері өмір ары қарай ұзақ өмір емес, қысқа өмір қалып жатыр. Сондықтан 5 жыл сайын кездессеңіздерді, соның куәгері болып барлығымыз жүре берейік. Барлықтарыңызға бүгінгі сәттілік, әдемі көңіл күй тілеймін. Қара шаш мынау өлең сізге арналады. Ақылбекова қара шаш. Қара шаш жерден едің, көктен едің, жұмбақ болды біз үшін өткен күнің. Жоғалттық ғарыш іздеп бармасақ та, жарты ғасыр хабарсыз кеткендігін. Шар құрып іздеу салдық, оңында солдағы солға. Біз үшін кетті кендіп, енді қайда? Нақтырған Қызылдауда өзің туған Рысқұлдың жүрекесі қолтығында. Өмірің қызық болсын көрген күнің, естелігі болғандай сол бір жылдың. Қара тұры қыз едің жайлаңдаған, сары шашты қыз болып келдің бүгін. Селдек жүрек сері бол, арқа қызы, баяғыдай жайлаңдап арқаңызды. Кеңге сал өзіңді биік ұстап, толықтыр жүрелер ортамызды. Домбырада бар бәрі. Сіздер отыра беріңіздер, ағамдалық қалайын, сонан кейін. Ал, түкеспеңіз. Ал, әркімде отырыңыздар. Мен жасымды жігіттер тоқтамастым, мен несіген талайдың көңілін бастым. Қасым ерген жігітке ол жасалып, өртінде 8 қызды алып қаштым. Амылай аспас арқаның сары елін, қуандықпен сүйендім жайлай елін. 40 мың жолқау сүміштер айыранбас, яздың айында да қар көлейін.
Sokulur tağım büküp salgan Bir balaktan bağrımda kıkım dalgan Yesil nuru yüreğine kara koyta Gözüne bir kuştav güne damgalı Kadar kalangan taslargay Kulağımı görünken baslargay Solur kezde esine düşkün kezde Бектің кезегін ары қарай жалғайтын Айжанова орынбасары. Дұрыс па, Айжанова ма? Дұрыс, мен қателеспеймін енді. Одан кейін ол кісінің ары қарай тілегін жалғастыратын бірге ортаға жұбайларыңыз болса, бірге келген болса, бірге айтыңыздар. Алпысы Аманжан. Дұрыс па? Осылай жұптасып қапсыздар, келіңіздер. Бүгін кереме ажырайттың досымды рахмет. Өте тамаша. Көретін, жақсы көретін класстастарым, міне біз мектеп бітіргелі 1966 жылы мектепке кішкентай жас бүлдіршін болып қыз бала болып келіппіз. Содан 1976 жылы мектебін ойдағы бітіріп үлкен азаматсыз болып әр тарапқа өмір аттан жүр. Міне содан бері елімізге тұңғыш күн. Елі жаз, елі күз, елі қыс, елі көктем өтіпті. Талай арналадан суағып, өзен тасыпты. Көңіл жоқпын, дәл мұндай күндей суақты дегендей, әр күндегі суақты, өмірлеріңіз мәнді мағыналы бақытты, өмірдегі жастарың ұзақ, қозықтарыңызбен қосылған бақыттан бақытқа, қызықтан қызыққа жете беріңіздер. Осы көріп отқан шөбере шөшектен кейін немене сүйіп, солай қызықтап, ағайын туыстың, жолдастарыңыздың ортасында қызықтап жүре беріңіздер. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, жасап жатқан еңбектеріңіз жемісті болып, қызықтан қызыққа, бақыттан бақытқа жете беріңіздер. Осы таңмен тағы да 5 жылдан кейін келістік, жақсы болар, 10 жылдың көмек бітіп, әрі қарай бармыз ба, жоқпыз ба білмеймін. Сөз кезегін құрметті класстастар, сіздерді мынау бүгінгі елімізден кейін кездесу күнімен құттықтайын. Баршаңызға жақсы, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Ұйымдастырып жатқан қыз жігіттерге көп рахмет. Еңбектеріңіз еленіп тамаша отырыс болып жатыр. Енді мына өмірден өтіп кеткен достарымыздың алла алынан жарылқасын. Енді жаңа таныстырып жатыр ғой, өзіне бір-бірімізді танимыз ғой. Біз мынау қазіргі ескемеде, енді бұрын Левинда болдық қой, Левин академиясы. Сол жерде өмірге келіп, сол жақтан бітіріп, осы жаққа 2 жыл келіп оқыдық қой, бітірдік. Аман-есен, әрі қарай тұрмысқа шықтық. Жезқазғанда мәдени ағарту училищесін бітіріп, көл деген жерге тұрмысқа шықтық. Міне биыл тұрмысқа шыққанымызға ламатығын берсек, 43 жыл бола ма? Сондай болады енді. 82-ші жылы шықтық. Аллаға шүкір, жаман емес жағдайымыз. 2 баламыз бар, 2 баланың тараған немереміз бар, қыз. Ұлды ұяға қондырдық, қызды қияға қондырдық. Бәріміздері бар, жетіп жатыр, мамандықтары бар, жақсы қызметте істейді балаларымыз. Немерелеріміздің алды студент. Енді шөбере сүюге үміттеніп отырмыз, Алла қаласа.
денсаулық болсын, осылай бәріміз кездесіп, ортамыз ортаймай, жақсылықта кездесе берейік. Барлығымызға денсаулық тілеймін. Аман болайық, енді алыс емес, бір-бірімізге жақын, алға баспен, ескененің жастар екенбіз қарап отырсақ. Нақыл екен. Құзайра бастаған, Аманжан бастаған, бәрі. Енді біз мына ескененің жігіттерді құр қалмайды, ол кісілер де тамаша. Сол жақсылық болсын, аманшылық болсын, ауырмайық, сырқамайық. Жаңағы 5 жылдан кейін кездесеміз деп жатырмыз ғой, енді Алла қаласа соған басымыз бүтін жетейік, ортамыз ортаймай. Аманшылық болсын. Сіздерге мына көп рахмет, әсіресе мына Баян, Шолпан, Шалатай, Аманжан бар. Сосын бір тақат алмай қалды. Бәріңізге рахмет. Келмейсіз бар, енді Баянға табылғаннан кейін саған міндеттемесе, бүгін жұмыс Баяндікі болып тұр. Жақсы, амандықта болайық. Мақат, қосы мақат, асылы мақат, жасылы мақат, сағынап мен сапырдай, жүргенімде, салғайып көтібірсем, осы мақат, үйгеліп мен жатқандай, қарсы алдыңда, көзетіп отырсың сен, осы бақыт. Үйгеліп мен жатқанда, қарсы алдыңда, көзетіп отырсың сен, осы бақыт. Кейбірің жүр ойдасын, сырттан атып, қорықпа күдіктенме, шошымадым. Мен жайлы айтылғандар қаңқу сөзге, сенбесең иланбасаң осы бақыт. Мен жайлы айтылғандар қаңқу сөзге, сенбесең иланбасаң осы бақыт. Күлкілі жарқылдатып, жасылатып, жүремін кекесіде ертесі ұмтып кетсең, осы бақыт. Алтындай болар, қарамай долар бар жоққа. Ауырым жайлы сөз жазам. Сүйініп тұрып, адам сүйінген шарбаққа. Жол жүрендігін бармасам елге болмайды. Тынысым басып, түймін елге маңдайда. Şapalık kuşu görseniz, kalır beni. Boz gibi kattırak şuna olsun. İyi. İyi kanacı basın, sizle götürün. Сол енді отбасымыздан аз да болса көп те көріп осы орамал тоңдамай сол болып сенімізді қабыл алып кімге сәлем айтып жолдасына Я құрметті, құрметтеп, иығыма шапан жауып басыма, байлағана көптігі рахмет. Алла сендерге риза болсын, екі дүниені бақытын берсін, бала-шағалардың қызықтарын көріңдер. Баян, мен саған өте ризамын. Осының бәрін ұйымдастырып, міне қаншама жұмыс жасап жүрсің. Қазақтың мақалы бар ғой. Итін есін сыйлағанын итіне сүйек сал деп, бұл кеңесті сыйлағаны бізді сыйлаған деп есептеймін. Сондықтан сенің алдында өз басым, өз семьямның атынан, бала-шағамның атынан саған сәлем бердім міне. Көптігі рахмет, ризамын. Рахмет. Міне, осылай жүре беріңіз ортамызда. Бүгін мен беріп үйренген бәрі менен келсін. Музыка қайда? Иә.
қой бүгін керемет қасаевтың досы тұрғызды. Билесін биле, оғадыр сақтан жақын көңіл күйде. Билесін биле, мұңайы бес. Ал құрметті кластастар, осыдан 20 жыл бұрын тарды оқып кірдіңіздер мектепке. Сол 50 жылдық мерейтойларыңыз талдай болып шықтыңыздар. Енді қазір апа, әже болып отырсыздар, немере шөбересі болсыздар. 50 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Отанымыз тыныш өсіп, кең дастарханда кездесе беруге жазсын. Той оласын. Қайын класстастар, бүгін сендерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бәрілеріңе де дендеріңе саулық, отбасыларыңа амандық тілеймін. Енді 5 жылдан кейін осылай ортамыз ортаймай, Алла бас қосуды нәсіп етсін. Мен енді өзім қазір Қарағандыда тұрамын. Мектеп бітіргеннен кейін Қарағандыдағы кооперативный училищені бітірдім. Онан кейін просторныйда жұмыс істедім, товаровед болып. Одан тұрмысқа шықтым 82-ші жылы, 7 жыл қой бақтым. Содан қайттан Жаңарқаға келіп, жұмысымды жалғастырып, 9 жыл Жаңарқада тұрдым да, қазір Қарағандыдамын содан бері. 98-ден бастап. 2 балам бар, 10 шақты немерем бар. Жолдасымның қайтқанына міне 14 жыл болды биыл. Сол менің айтар жаңалығым, жағдайым. Қарашашқа өлейін, аманшылықпен кездесейік. Құрметті класстастар, мен сендерді көрмегенмен 50 жыл болды. Біреулеріңді де көрмеппін. Мына тұрған Қызылтауда тұрып. Осыдан 2 жыл бұрын Сүндетті көрдім, Сүндет ұланнан. Оның өзім Қайрат жаңа кеп таныстырды, Қарашаш жүрген жерге Сүндет ұлда тұр. Оны дядька деп қояды маған. Содан кейін барса ол асығып кетіп қалды. Кейін жолғамыз, Қарашаш жолғамыз. Мен күнін айтып үлгердім, әйтеуір сол. Содан кейін Райхан телефон алып, Райханға звондадым. Райхан, давайте бірдеңе істейікші, кездесейікші. Жаңарқаға сен жезқазғандамын деді. Содан кейін айттым, давайте бір 2 жылдан кейін 50 жыл болады ғой, соған ұйымдастырайық, сен Жаңарқа жақта көп барсың ғой. Мен енді қазір ешкімді танымайтын шығармын дедім басында. Райханның папасы кеткен күні. Ал енді міне бүгін сол күнге жеттік міне. Бүгін енді ең қуанышты күніміз болды, ең бақытты күніміз болды міне. 50 жылдан кейін ел жаңа дейді ғой, міне бәрімізді көріп, қуанып жатырмыз бәрімізді. Ал енді мына деніміз сау болсын еді. Құдай 55 жылдыққа жеткізсін деп тұрмын мен. Ал енді мен өзі Ошаққа неткеннен кейін жаңағы Кармуға түстім, экономический факультетке, жаңа Ләззат Коперға түсті, Бекмұрат Коперға түсті, сонда бәріміз Қарағандыда кездесіп тұрдық. Содан Бекмұрат бітіріп берді де, біздің жақта райпособсоюзға не болып келді, ревизор болып келді. Ошаққа кетіп қалды деді Ләззатты. Содан біз Бекмұратпен 2 рет кездестік. Бекмұрат үйде болды, қонақта болды. Ревизор болғаннан кейін түкендер тексеріп береді ғой енді. Мен өзім 45 жыл почтада істедім сол Қызылтауда. Расында сол оператор болдым, одан кейін начальник болдым. Сол 45 жыл сол жерде істеп, сонымен пенсияға шықтым. Пенсиядан кейін де мен 7 жыл істедім. Содан кейін Қызылтауда халық азайғаннан кейін жауып, содан кейін осылай фермер, сол әлі күнге шейін фермерский хозяйствомыз бар, бірақ Якутияда жүрміз. Ал енді өзі 3 баламыз бар, 3 қызым бар. 2 ұлым болған шетінеп кетті, 2 ұлымыз кішкентай кезінде. Содан 3 қызымыз бар, 3-і шақ қызметте, үлкен қызметте. Соның үлкен қызымның ұлын бауырыма басқан, біріншісі ұл болғаннан кейін. Ол да қазір үйленіп, шөбере сүйіп жатырмын. Бүгін қызынан шығарып жатырмын. Ол бала Дубайда тұрып жатыр, өзі айтишник, сол жақта американский фирмада 4 жыл, 5 жылға кетті, сол жақта істеп жатқанына
қызы өз артынан Ақтөбенің Таманың қызы кіші жүз өз артынан барды сол жақта. Сосын онлайнмен құда түсіп, онлайнмен той жасап, онлайнмен енді шөбере сүйіп, бүгін мені 40-нан шығарып жатыр. Енді шешесі мен әкесі де тігісінде қалдық. Енді Иран мен Американың арасы жаман болып жатыр ғой. Барсақ жете алмай қаламыз ба деп қорқып біз барған жоқпыз. Ал енді мен өзі саған шолпан бірінші саған, енді келін сыйлы Баян саған. Баянды мен кейінді сұрадым, кімнен сұрадым, шолпан сенен сұрадым, иә? Баян түрі таныс, мектептен, кеңестің өзіне де айттым ғой. Однолюб екен, көрдің бе? Молодец екен, мектепте жүрдің 2 жыл, одан кейін мені неше жыл, 47 жыл біргесіңдер ме? Молодцы, бақытты болыңдар. Енді 150 жылдық тойларында тойлаңдар, одан кейін золотой свадьбы, потом бриллиантовый свадьбу давайте сыграйте, соғызға жеткізсін. 52 жыл, 52 жыл. 50 жылдығымызды тойлаймыз, сонда шақырам. Дұрысын. Сол мені. Азмаллах подаркам бар. Балақ, қош келдіңіз. Деніңіз сау, басыңыз аман болсын. Ал енді ондай қуанышта жастықта кездесе ортамыздан кетіп қалғандардың артыққанымен біздің балаларына өмір берсін. Енді Жақындап тұрды, жақындап тұрды. бәрі жақсы болуға 55 жылда осы 100% басымыз қосылуға Құдай жазсын. Суретке түсіріп жатсыңдар ма, балалар? Жеге түсем десеңіздер де қаластасты түсеміз деп. Ал, мені орамал том болмай жан болып жатыр, құтты болсын. Мені осындай кластас болу керек. Бәріңізге бір орамал. күнді көзген айқасында достарым көзім майда өткені ой жаным исалысы осындайда жетсін айып бәріміз Сіздердің орамалдарыңыз толым болмайды, жоқ болады деп соның. Мен айтамын, түсінесіздер қазір. Бар ма? Осы кісілер босап тұрсын. Қыз балаларға ғана қатысы бар. Ойлайсыздар. Жоқ, сізден ғана сұрайын. Болды ғой, бітті ғой. Болды. Бірақ кісілер кім болады? Осы тұрған кісілер кім болады? Үндемеңіздер. Осы кісілер кім? Жоқ, жобаларыңыз келді. Соны кетіріп жіберіңіз, жақсылап тұрып. Ленин жерде 76 жыл. Жаңарқаның келіндер деген сөз келді ғой аяғында. Бұл кісілер жаңарқада қалған келіндер басқа жаққа шығып қалған. Әңгізде солай жазылған. Бұл осы кітапты қойыңыздар. Бұл кісілер көріп ма? Бүгін осындай кісілер бар ма? Бүкіл үстел түрегеледі ғой. Түрегеліңіздер. Бүкіл үстел түрегеледі мына сөзге. Мынандай сөз, мынандай сөз, мынандай сөз. Сол берге сіздер түрегелесіз. Сол берге. Мына тұрып қате бәріңіз ешкім қалмасын. Кешеге сізден тұра тұрасыз, мен жақтан сұрайын. Біздің класстастар құрбы құрдас достар. Дұрыс емес.
Айтсаңыз. Жоқ, дұрыс емес. Түрегіңіздер. Осы кісінің бәрі. Дұрыс емес, сөйлемеңіздер. Ауылдастар? Ешке. Құрдастар? Дұрыс емес. Айқайламаңыздар. Әлі де сөйлемесеңіздер. Сіз не дейсіз? Мына кісі. Отырсаңызшы сіз. Ортамызда осындай кісілер болды ма заманында? Біргесі осындай кісілер болды ма? Зейнетке шыққанша осындай кісілер болды ма? Ал, осындай кісілер болды ма зейнетке шыққанша? Ал, бітті. Бір көрсетті, екінші көрсеткен. Сіздер ойлан, айтпаңыздар. Осы кісілер орта тұр, сөйлемеңіздер. Айғайламаңыздар, ешкім үндемес, аға, тұрмайсыздар. Аға, тұрасыз сіздер. Подсказывайте, тұрыңыз сіздер. Қасқалар. Шәші жоқ. Екіден нөл. Дұрыс міне. Міне, осы шақырғыларыңыз не? Осы адамдар болса, осындай кісілер болса тұрсын, осындай кісілер. Осындай кісілер ортамызда бар ма? Аға барсыз ба сіз? Кім бар? Қыздар тұрмай ма? Айтпаңыз, қареке. Осы кісілер кімдер? Арақ ішпейтіндер. Бұл болса балаға кемейді айтып қойдыңыздар, арақ ішпейтіндер. Осындай кісілер болса, түрегелсін. Түрегеліңіздер. Сол тәке, сіздер барсыз. Қыздар ғана қатысы бар. Аға тәке, сіз түрегел отырыңыз. Сіздер отырыңыздар. Жоқ, сіздер тұрыңыз. Танисыздар ма сөзді? Оқи аласыздар ғой. Осындай кісілер ғана. Осыны оқу білетін кісілер. Сіздер тұрыңыз. Сіздер тұрыңыз. Мына тұрыңыздар, міне. Міне. Айтыңыздар, осы кісілер. Шолпа неге тұрмайсыз? Үндемеңіз, айтпаңыздар, шолпаға тұрып тұрыңыз. Айтыңыз, жоқ. Айтпаңыздар. Ойланыңыз. Білмей отыр. Ақ көйлек. Ду болшы балақтау, ақ көйлек адамға екі. Сіз уже аяғында айттыңыз, анаңыз айтып қойды уже. Ақ көйлек кигендер. Дұрыс па? Осындай кісілер болса, түрегеліңіздер. Айғайламай түрегеліңіздер, осындай кісілер болса. Айғайламай түрегеліңіздер. Болды. Осы кісілер қосылғаста кімдер? Ду болса ба, сіз жеңілесіз енді. Қазір президент айырбасы. Дұрыс па? Ашки. Көзілдір кигендер. Негіз қазақшасы көзілдір. Ал, енді біреу. Кісілер бар ма? Түрегеліңіз, екеуіңіз түрегеліңіз. Түрегеліңіздер, осындай кісілер. Сіздерге қатысы жоқ. Сіздер тұрыңыз. Тұрыңыз, байланғар деп қой. Ал осы кісіне, теңестіруші, осы кісілер кімдер, үндемеңіздер. Шаштары өтсін. Байламдары бар. Ана екісін байлам жоқ. Енді кімдер сонда бұл? Келдіңдер? Жобасы келдіңіз жаңа. Ана бар. Жоқ, жобасын бірінші де айттыңыз. Жоқ, болмайды, айтпайды. Жауыздан алар. Жауыздылар. Ол кісіген шаш деп айтты ғой. Берейік, айтты үшқыздай біріңізден бөлінейік. Ұстаңыздар. Үшеуіңізді тойдан тоғыттай. Беріңіз. Қалан, біреу қайда? Көптен күткен осыны қойды, тойымыз. Олда бүгін мен құдар етпақшына, боламын бойына деген дейін осыған жеткен тұрмын. Келген қадамдарын сауыптан жазсын. Міне бәрімізде бірінші класстан 10-шы классқа дейін бір оқыдық. Алға баса ойлай ескені Ленин отделениесі дейтін бізді ол кезде 66 жылы бәрімізде тарыдай болып, көп кішкентай болып мектепке келіп
таудай болып бәріміз де шықтық. Енді бәріміздің де өмір жолдарымыз әртүрлі. 1966 жылы бірінші классқа барып, 1976 жылы бітірдік. Бітірген жылы мен енді өзімнің арманым мұғалім болу керекпін. Сол кезде біздің класстар Айхандар, Шекімова, Шолпан, жаңағыдай. 77 жылы Алматының Абай атындағы пединститутына барып, ол жылы оқуға түсе алмай, екінші ауылға келіп, ол уақытта жұмыскерлер қырманда, оқушылар жан-жақта істеуші еді, мысалы каникул негізінде. Ауылда бір жыл жұмыс істеп, Алғабаста. Келесі жылы 77 жылы Алматыға сол институтқа қайтадан барып, бір группада, ол уақытта бір орынға 25 бала болатын. Қазіргідей тегін ақшамен оқымайсың, таза білім керек ол уақытта. Сонда бір орынға 25 баланың ішінде 24-ін құлатып, 25-ші болып мен түстім. Сол Каспийдің пединститутын. Ол 7 балам бар. Енді аяқтанбағанында бар, бір ұлыма жақсы келін керек болып жатыр. Бір жағынан бір ойым өзі, класстастарымды көріш, әртістердің өздері бір-біріменен жаңағыдай құдаласып жатады ғой. Бір-бірімізді білетін, келісіменен күліп жатыр ғой, кімдеріміз бар деп құдаласып жатырмыз қойды. Бәрінің қыздары кетіпті, ұлдары үйленіпті. Енді... Сіздің балаларға құдастақыр жоқ? Енді барып, басымыз аман болсын, деніміз сау болсын, отанымыз тыныш болсын, нанымыз көп болсын, ортамыз ортаймасын. Жаңа енді 55 жылдығымызды жасайық деп жатырмыз ғой, Алла қаласа, сонда осы отырған бәріміздің төрт көзіміз түгел болайық. Келмегендер Айханымыз бар, Сүндетіміз бар, Назимамыз бар, келмегендердің бәрі сол неге келетін болсын. Қуат берсін, денсаулық берсін, өмір жастарың ұзақ болсын. Сендерге рахмет. Жағдайымыз бәрі жақсы. Күллі класстастардың дендері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын, той-тойласа берсін, тойдан кейін де болмасын. Бәрі жақсылықты тілеймін сіздерге. Бастарыңыз қосылып, енді келешекте той-тойларыңызда қалыспай өстіп, ат салысып жүре беріңіздер. Üstad üstü kiyimlerine neyini elbistek. Makyaj nesi türlü жасайды. Аяқ киімдер сосын ақ келемін біртінде. Өз жұбайыңызға тануыңыз керек сонда. Бірақ осында теріс қарап тұрады. Шашының бәрі бірдей болады. Бірдей шаш қоялар, кигізеді. Сосын былай тұрады мына кезде. Сізді қарайсыз аға елеке. Сіздің жұбайыңызға дейін аға десеңіз қаратам сіздікі емес пе? Онда сізге таңдасаңыз, сатассаңыз. Osman'ın kışı de ağayındı bağırda. Toyun toyga ulasın, salganını kırasın. Sen bilsin sakinin döşün tuğuskandara. Bizde ömür jolun basta verdik. Harmandastar kayda, arzaldastar kayda, zamandastar karlıgaçtar kaydeki. Harmandastar oradastar. Болды, осылай. Жіберіңіз, толыңызға. Жоқ. Ең аз сіздер қардан. Қалай болады? Сіздер бүйтесіздер. Кіші мәні көмбе. Айы, күйеу баладан бастайды. Пайғамбардан да күйеу баладан бастайды. Ол кісі жетті. Күйеу бала, давай, тұрыңыз. Елеке, маған қараңыз, мына кісілер қарамасын. Мына кезде сіздің жұбайыңыз. Тоқтаңыз, мен өзім айтамын. Сөйлемеңіз. Сізге сөйлеу болмайды, мен ғана сұрақтан сіз да не жоқ. Ана 5 немесе 4 деп айтасыз. Музыканы жібереміз, билейік. Жібер. Жай ғана билеңіздер. Төмен қарап билеңіздер, төмен қарап. Стоп! Қайсысы? Болды. Тұрыңыз қарап. Сіз қарап, ана кісілер қарап қоймасын. Тәмесінің зорын. Теріс қарап отырмыз, теріс қарап отырмыз.
2 litr suda keledi. Qaraysiz, mana qaraysiz, конечно. Muzikani jibir. Bu kişiler biz. Жаңа ойнап айта салған сіздің келешегіңіз 5 деп. 5-ке бәріңіз ғашық болып кеттіңіздер ме? Стоп. Отырыңыз. Қараңыз, әкесіз жұбайыңыз үндемеңіздер. Атаңыздар. Осы тұстың жұбайы ойлап ойладым өзім. Ал, музыканы жібер. Төмен қарап, билеңіздер шаман, жай қимыл. Стоп. Қайсы сіздің жұбайыңыз? Көреміз, үндемеңіз. Төрттігін қайсы, дамай. Егер дұрыс болса, қанша балақтайсыздар? Досыма, бұл қанша балақ? Осы сіз жұбай көріп, ол теріс қараңыз. Қайта теріс қараңыз. Тиіспеңіз, тұрасыз сізде ой өткенше. Қарамызшы сізді көрейік. Стоп. Стайт деген, ал, музыканы жібер. Музыкамен билеңізді шаманы қозғал. Стоп! Еше? Болды. Қараңыз, отырмаңыз деген. Қараңыз, өзі әйелсіз көргісін. 3 деген қайсысы? Бері қарай бұрылыңыз. Басқа бұрылыңыз. Тез қараңыз. Таптың ба? Құдай, мұнай анаксының әйелі ғой. Нәзеге қарайыңыз, көрмісін бәрі сізге. Так, жер музыканы. Төмен қараттыңыздар. Үш деген басқа біреудің әйелі болған бағанадан бері. Мына кісі. Ана кісінің әйелі ғой. Стоп. 3 дейді, тоқтаңыз. Залай табылса екен. Қараңызшы, сіз ғой деймін. Осы кісі ме? Дәл өзі ме? Бұл болса бала. Бұл отыра беріңіз. Тіш отырыңыз. Музыка, билейміз бәріміз. Қолымызды сөйіміз. Билейміз. Бәріміз. Стоп. Жоқ, тосын ең айтыңыз. 4-3 литр су өтеді алдағы. 5-ші. Қарап отырыңыздар, дұрыс болса қол шапалақтайсыздар. Яғни қараңыз, бұрыңыздар. Сізді? Әй, сіз отырыңыз. 4 литр су дайын. 5 анасының келшегі ме? Стоп! Стоп! Ет бәрі 5. 5 қасқарысының әйелі болған жоқ көтір. Бағанында бір 5 дейсің ме 5? Сізді ме? Ой! Басқарсының жұбайы. Билеңіздер. Төмен қара, екі адамдай. Төмен. Стоп! Неше? 4. Үйленгеніңізге неше жыл болды? Саз 50 жылдай ғой, 50 жыл бізге 45 жыл ғой, Иә, 45 жыл болды. жылда өзі танымасаңыз насқар болыңыз. Бір дұрыс көсіпсіз күн жұбай ма? Тура таптым. Тура ма? Шын ба? Тақты ма? Жоқ, шын. Жайт бәрі. Төмен қараңдар, төмен. Ал, жібер музыканы. Стоп! Үндемеңіздер. Айтаңыздар. Болды. Бұның айырмайды екенсіздер сіздер. Сіздеріңіз бұл кісі ана кісінің әйелі болған. Кешіріңіз. Стоп! Қой дейін демеңіз, қош. Кетті отырмаңыз, көріңіз. Бетін ашам ғой мен. Келіндердің бесін аттан 5-тен айырмай қойдыңыз. Басқа біреудің әйелі ме? Кімнің әйелі бұл кісі?
Anlasa bu sırada son vaxttan eşitsin. Жүрекпен жазасың. Қазір жүрек жоқ қойдым қазір сотқаға жазғандарда. Ал енді келесі тірек кезегі Жанатов Ислам. Ол кісімен бірге жалғастыратын мен кейінсің. Әсілі Мұхаммедия деген фамилия табылмай жүр. Жұбайларымыз өсін жұбайларымыз деп келген. Билетіп. Радиодagi құрдастарым бір бар. Мен өзімді басқасынан құттықтау айтып болсын. Жаңа айтып отқан тілектер қабыл болсын. Болашағымыз қызым болсын, деніңіз сау болсын. Қуаныштан қуаныш тілеймін. Бәленсіз бітірді, бәленсіз үйлендім деген қайда? 80 жылдың үйрендім. 2 қызым бар, 5 немерем бар. Оқу дүкендерінде жұмыс істедім. Сол. Міне құрметті кластастар, басымызды қосып жатырмыз бүгін қандай бір көңілді күн. Бұндай күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Өте қуаныштымын барлықтарыңды көріп. Біреуіңді көрдім, біреулеріңді көрген жоқпын. Аллаға ризашылық осы күнге жеткізгенде. Мен колледж бітірдім, мектеп бітіргеннен кейін. Одан кейін 82 жылдан бастап осы Жанатқада бір жылдай жұмыс істедім. 83-те тұрмысқа шықтым. Содан бері сол қызметкер болып істедім сол уақытқа дейін. Одан кейін 92 жылдан бастап Көктемкөлде мектепте жұмыс істедім. Сонымен қызметке шықтым. 3 балам бар, бір ұл балам, 2 қыз балам бар. Аллаға шүкір, барлығы аяқтанды, қызметтерін істеп жүр. Астынан алтының шыққан дауысын жетсек туатыннан қалғатайды. Ақау өнер айым, күнмен айым, ұшаға қанатын жоқ ерлайын. Bazılarına aydınımız, ölüyüm, teknolojimiz, neyse kaydımız. Basmışlarında yolcularımız kolay versin, 60'ımız, 70'imiz. Yani koğuş diyoruz değil mi sahamız?
Стоп. Жеке қайда? Шаршағанды басатын, сарайыңды ашатын шай болмайды жаһанда, апамның шайынан асатын. Сыныптастар, қазіргі уақытта мынау сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Енді 50 жылда ел жаңа дейді ғой, енді бірталай уақыт. Біздің енді барлығымыз әр ауылданбыз, жан-жақтан жиналдық. Енді тура жаңарқада тұрған жоқпыз барлығымыз, сондықтан бір-бірімізді көрген жоқпыз. Міне танымаймыз да, ол уақытта система бөлек, телефон андай-бұндай сотка жоқ. Сол бетінде кеттік, әйтеуір анда-санда бір елес көзімізге жаңарқа келгенде бірдекілі шалатайды көріп қаламыз, құзайраны көріп қаламыз, кеңесті көріп қаламыз, сондай-сондай бір кезеңдер. Міне енді осы мына жаңа бастамадан шығады, 50 жылдық дегенде барлығымыз ойлағанбыз енді осы. Бұрын жасап айтатынбыз, қойш немене сол өздері 50 жыл әр жағында 17, 67-ге келіп, 68-ге келіп, не бітіріп жүр, осылай деп баяғы. Алғабастан оқыдым, 9 орында Жаңарқа Ленин мектебінен оқыдым. Міне сіздермен кездескен сол кез, енді Байғұлдан оқығанда жаңағы осында соның несі жолдасы Қыдырбай тағы бұрын жыл өзі бір 6-шы класста біз 8-ақ бала болдық. Сондай оқыдық, оның бәрінің көз алдында. Хош иіс гүлдер айнала, маужырап тұрған ғаламды, арала сәулем арала, серуен қала есімде, Алматы рахат кешімде, серуен қала есімде, Алматы рахат кешімде, арала сәулем аралай, серуен қала есімде, Алматы рахат кешімде. Базарда қара үйге келгенде қызыл болады екен, не нәрсе? Бір адам қайтадан айтпайсыздар, болды жаңағы сіз отырасыз білсеңіз де. Аға, дұрыс па? Бақшада көк екен, базарға барғанда қара болады екен, үйге келгенде қызыл болады екен. Сол не нәрсе? Соны тапсаңыздар осы білесіздерде. Жоқ. Жаңарқаның ортасында не бар? Не нәрсе? Қарағанды Жаңарқа аға. Ортасында не бар? Қарағанды мен Жаңарқаның ортасында не бар? Мен бар, дұрыс айтады. Қарағанды мен Жаңарқа. Мінекейіңіз. Мен деген әріп бар екен. Болғанша бардақ қойыңыздар енді. Осындай. Әйелдерде бар, еркектерде жоқ, осының сөзін қысқасы. Осыны тапқан адамға мынаны беремін. Сіз үнемі беріңіз, сіз тапқан кісілер үндемейсіздер, бағана сіздерге бәрі приз жоқ. Дұрыс болса да бермейміз, бұрыс болса да бермейміз. Аталарда бұл үлкен той, оны қадірін біле бермейді кейбіреулер, бала-шаға, жастар деген сияқты. Мінекей жаңағы нағыз қадірлі. Мынау шынында көптен күткен кездесу.
жаңа Мұрат айтып жатыр ғой, бұлар 10 жыл сайын кезіген. Сол кезде мен қызығып отырамын. Біз бірге боламыз. Әліміз келетін сол қызайраға айтамыз, әй біз қашан кезігеміз, босайшы. Елден ұят болды ғой, мынау 7 жылда кезіген, 10 жылда бір кезігеді деп. Осыған жеткенімізге шүкіршілік, қуаныштымыз осыған. Ленинградтың сельхоз институты өшедік қой, соның экономфағын бітірдім, экономист бухгалтермін. Қазіргі аграрный деп аталады. Сол Мұрат сол жерде ата-ененің қолында тұрып, совхозда бухгалтер болып жұмыс істедім. Содан совхозды құлатып тындым. Тарады совхоз, содан кейін жеке кәсіп ашып, жайрамға бардық. Мұрат екеуміз сол жайрамда 11 жыл кәсіппен айналыстық. Бензин саттық, газ саттық, сайман саттық, киім саттық дегендей. Содан кейін барып 2008 жылы Қарағандыға көштік. Балалар есейді, аяқтана бастады. Сол Қарағандыда 18 жыл тұрып, 2 жыл болды, енді Астанаға бардық. Алланың берген 2 ұл қызы бар, аяқтанды олар, Аллаға шүкір. Екеуі Қарағандыда тұрады, екеуі Астанада тұрады. Алланың берген немерелері бар, немеренің алды 3-ші курс оқиды. Шөбере сүйеміз бе деген үміт бар, Алланың соны тілейміз. Сол ниеткеріміз соның қызығын көріп жатырмыз, нанын жеп, суын ішіп дегендей. Енді Өмірханның қайтқанынан кейін 7 жыл болады. 30 жыл қазтрансойлда істедім, жүргізуші болып. Енді екеуміздің 2 баламыз бар, екеуі үйленген, мен кішінің қолында тұрам. 9 немереміз бар, үлкен немерем политехте оқиды, 1-ші курсты бітірді. Басқа не айтамын, анда шақырған уақытта мен өзім қуандым. Шыны керек, біз енді былтыр 2 жылдықта былтыр жасағанбыз. Шалатай, ұйымдастырып жатқан қыз келіншектерге көп рахмет. Тойларыңыз өте жақсы өтіп жатыр. Мен өзім осы жердегілердің 50% білемін. Сондықтан өзімді еркін ұстап жүрмін. Мен бәрімізді жақсы көремін, сыйлаймын. Енді Өмірханның жатқан жері жайлы болсын. 1,5 жылдарында қайтыс болып кетті. Жүрге жылауға да болмайды, уже өмір нетеді екен. Бойында таныстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен, жаз еді күлкіде. Атам үлкен шалдың бауырында болған. Сол кісінің сөзін ұқтық, құлағымызға құйып айтып жүретін. Алысқа кеткен жоқпыз. Жаңағындай Алматыда студент болған жоқпыз. Астанада да оқыған жоқпыз. Сонда да өзімізді бақыттымыз деп санаймыз. 6 баламыз бар, 4 ер бала, 2 қыз бала. Одан 13-14 немереміз бар, жиеніміз бар. Жаңағы айтып отырған сіздердің үміттеріңіздей бізде шөбере көреміз бе деген үміттеміз. Енді біле 66, 76, енді бұл аман баланың бір жағынан аяйып. Енді бұл жаңа гүл жарып, енді оқу орнын бітірем, оқуға барам деп жүргенде жаңағы үмітін балтамен шапқандай болған өзім айыптылау болам. Бірақ бақытты деп ойлаймын. Өйткені жаңында өмірге балалар келді, қазір міне Құдайға шүкір өмір сүріп жатырмыз. Сол үлкен үйде, ауылда екеуміз қалды. Айдос деген інім бар, ағайынды. Өз өмірбайым сол ауылдан ұзаған жоқпыз, механизатор болдық. Аяғы шопыр болдық, коммуналист болды, сол еңбекпен міне бала шағаны асырап жеткізіп келе жатқан жағдайымыз бар. Құрметті кластастар, бүгінгі мерейтойларымыз құтты болсын. Енді күллі Өмірбай айтып берді ғой, бұнда сөз қалмайды енді. Ал енді бәрін бақытты болыңдар, дендерің сау болсын, өстіп басымыз қосыла берсін, Алла қаласа. Біз енді балалардың бәрін үйлендіріп аяқтандырып отырмыз, енді немерелерді тосып отырмыз, Алла қаласа. Енді тойда қалмаңыздар. Бұрын араласпадық, тойымызда болған жоқ, Басар мен Сағдат болды деймін бір баланың тойында. Енді аралас болып, осы басымыз аман, дендерің сау, осы бәрін төрт көзі түгел осы тойда кезігейік, амандық болсын. Ескілер күйеу боласың
Бірақ енді өзі өркендеуде өстім, өндім, сарқазы болды, асыреттім жігіттері бар, нелер бар. Енді мынау бір класс жоғары оқыдым ғой енді, класстан бар. Енді сол қайдан айтар, біз енді жүріп жүрдік, делеттік, мен әскерге барып келдім дегенде сөйтіп ол өйтқанына істейді екен ол. Деді. Арысбала. Содан енді әскерде келіп мен енді бензовозда істеймін өзім. Сол себепті сол өзі жолдас қыздары бар, дедері бар, бәрі сол істеп жүріп, соның осыны танысып, сөйтіп 80-ші жылы ма? 80-ші жылы үйлендік енді, сол 80-ші. Олимпиада. Тура. Олимпиада өзім 79-ші жылы келдім, 80-ші жылы келдім өз әскерден. Сол не болатын уақытында. Сол 81. Ұмытып қалып едік, көп қайтып, бір жыл болып кетті. Содан енді оқыдық, дені мектебінде оқыдым. Жасын қарға қатысы, күреске қатысы, жас кезінде солай жүрдік, беттік. Енді қазір енді жасымыз келгендіген енді пенсияға шықтық. Шофыр ғой, шофыр болғаннан кейін енді. Ол шұбатырды істедім, оны да істедім, ол 12 жыл шұбатырды істедім. Есім жақ, 20 жылда бірге сөйлеген оңай емес қой. Басымыз аман, деніміз сау болсын бәрінде. Енді маған келсе мен 11 жылды бітіргеннен кейін 76, 10 жылды бітіргеннен кейін 76 жылды бітірдік қой енді. 77 жылы мен сразу жұмысқа кіріп кеттім. Содан жұмыс істеп, медкомендатта қызмет жасап, 35 жылдай жұмыс істедім. Жаман емес, Аллаға шүкір. Содан кейін жігітімді алып, содан 81 жылы жұмыс құрып кетті. Аллаға шүкір, балаларымыз болды, қыздарымыз бар. Қыздарымыздан немеріміз бар ол жақта. Қазір олар өз алдына үй болып, қуаныштарын қызықтап жатырмыз. Аллаға шүкір. Жаман емес. Енді басқа не дейін. Ана кабинетке барған уақытта терезе күрішке жағында ғой. Бұлай өтіп жатқанда баянды көріп қалыпты, шулдайып бәрі. Әй баян өтіп бара жатыр деп. Бұлардың әр ай дейді, сен. Сондағы баяндарыңыз осы күні келіндеріңіз. Содан бері міне жүргенімізге неше жыл болды? 52 жыл болды бас қосқанымызға. 47 жыл болды. Құдай айтуға. 4 балапанымыз бар, алда. Немерелеріміз бар. Бірінші баланы санды айттай қояқ. Шөберелі болып жатырмыз. Шөберенің той осы жерде өткен. Бәріңізге жоғышты болсын енді. Шөбере қойып. Құзайына сен сендің өзің басқаны қойш. Содан ол енді елді қалай баян айтады, елді қалай тауып аласың, сақ болсын балаларысыңдар. Біреу андай, мен айтамайшын, Германиядан тауып отқанда, менен Қазақстан үшінде шығар, бұлар қайда кетті дейсің. Жаңа басын бастағанбыз. Содан айтады. Аманжанға бардым. Аяғап, алаңда күнде Сыламға келіп, Сылам үйінде екен. Сосын бір уақытта Сыламға айтып, мен сенден шалатайын өмірі бар, мен үйде бар, мен сотқа үйде қалып қойды. Соның ұзғанда қолым жетіп кетті. Соғалдың бәріміз шай ішіп, бәрі не істейміз енді. Осылай елдің бәрі істе бар. Бәрі неті бар, тойда батыр, біз қайда. Біреулер сұрады, енді көшеде танимыз ғой қазіргі. Не істеді сендерді қашанда, мен кейбіреуін айтам өтіп кеткен біздікі, кейбіреуін айтам күзде болайын деп жатыр деп. Алда осы күнге бұйырды енді. Содан өзіне айтам дедім мен тағы. Содан ғой жаңағындай өзі сотканы мынадай сотканы ұстауда білмем, бірін жай простой сотка істеп жүрген адам бар, мына балам бар, бұдан дейінгі бар екеуін біреуін сақланды, қасыма дұрыс қоямын, мынау не нәрсе осылай істе деп, ол звондап береді. Содан жаңағы бәлем күн жинайсың, күзге дейін жинайсың, бастарың күткен уақытта 3 күнден бері 5-6 адам уже өтіп сол мектеп табырасын келді. Ортамыз ортаймасын, басымыз аман деніміз сау болсын. Тойымыз жалғасын таба берсін әрі қарай. Енді балалар үйлері қоқ қалды, болды, немерелер балалар қаласы. Енді сылтау табылады ғой той жасайтын адамға.
сол тойларда басымыз бірге болсын, амандық саулық болсын. Баршаңызға бақыт тілеймін, денсаулық болсын. Кетім бір қалалы болсын енді. Кішкене көп сөйлеймін мен кеңес емеспін. Бұлар апачылар кішкене дереу ғой. Үстері сұлу, қатты айтады. Мұрат, сен көп өлгімесің. Оның үшін сен де барсың. Мысалы, Мұрат мен көп жыл болды білгеніме. Мұрат қатты нете қоймайды. Адаммен тұра тұрасы ештеңе дейді. Әлгі Мұратты Құзайран тойында бірге болдық қана жылы. Одан кейін де бір Қаражанда кездестік тағы да. Есіңде бар ма? Қаламқұс айтып екеуміз жақсы амандасамыз, енді Мұрат сұлық қолын бере салады. Енді оған ренжімейміз, апа-шешелердің нелері кішкене дереу болды сол. Түндеріміз көп болсын. Мына басымыз аман, денімізде болсын. Бүгін бағана Рысқұлды көріп танымай қалдым. Мен Рысқұлдың қарашаш әйел екенін білмеппін. Рысқұлмен бұрын араласып жүрдік қой. Ол оқтап жөн сұрамаймыз ғой, сен әйеліңді не кім деп. Солай мен бүгін ғана білдім. Сондықтан енді мынау күйеуғалар деп жатыр менің нелерім. Елдоспен ойнамайды, Елдос біз ағайындымыз, бір жан құдалығымыз бар. Жоқ, шын мен нем жоқ. Нұрғалиевті көргенде бірден айтты деп тұрады. Қашан көрсін де. Енді жаңа Нұрғалиевтің несі кішкене бізге жақындау еді. Жақсы көреміз, ойнаймыз көрген жерде. Шолпанның шалын көрсетпейді бізге. Көріп жатырмыз, енді біраздарымыз танимыз. Әсіресе Алғабас, Ескеліден, бірге оқыған жолдастық кластастарын танимын. Міне бүгін енді танымайтындарыңызбен танысып жатырмыз. Қуаныштымын. Бүгін бір тарихта қалатын үлкен бір жақсы күн болды. Есте қалатын осындай қызықты күндеріңіз көп болсын. Алла тағала қуаныштан, қызықтан айырмасын. Айтылған тілектің бәрі қабыл болсын. Әр отбасында қызық қуаныш болсын. Тек қана басымыз енді қызық тойда қосылсын. Алла тағала тек амандығын берсін. Бізді міне отбасын құрғанымызға биыл 43 жыл болды. 4 бала өмірге келді. Олардың бәрі аяқтанды, бәрі жан-жақта, әрқайсысы өзінің қызметтерімен айналысып жатыр. Немерелеріміз өсіп жатыр, Аллаға шүкір тәуба. Олармен бізді шөбере сүйуге жақынбыз, Алла қаласа. Кездесеміз деп жатырмыз ғой, бәріміз бір кісіге қатысуға тырысыңыздар. Алла тағала сол ертеңгі күнді аман есен өткізуге нәсіп етсін. Кешіріңіздер, бүгін жиналғандарыңызға қуаныштымын. Бәрінен бұрын кеңес арманынан шықты. Барлықтарыңыз осылай жиі қосып тұрыңыздар. Бастарыңызды орталарыңыз ортаймасын. Сондай қызықта бірге ортақтасып бірейік. Ауырмаңыздар. Жақсы қосын әдейі. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жаның, шынарым-ай, сен мөлдірсің еркем, тау бұлағындай, сен Siz көйлегіңізді сағып жүрдіңіз ғой бағана. Сағып жүрдіңіз. Аға, сізді осы орамал тон болмай жол болады. Демекті Шолпекеңе ме? Шолпекеңе де бір сыйлық, мінекейіңіз. Одан кейін тағы да бір жақсы сыйлығымыз, жақсы билеген ағамыз осы кезде. Аға, қайсысын берейін? Таңдағаныңызды айтыңыз. Күрескенің үлкені бе, кішкентайың ба?
Berdim o yok süreyişi. Ana batarya İslam'ları. İsekin. Anne otur. Benim matadan жақсы берген. İseki. Қайсысыз? Таңдаңыз. Болды. Eski шешіңіздер. Кімге берейін осыны? Екеуміз қарамыз ғой, жұмғанымызда білінбейді. Ұстам. Ал жүрген бердің ғой мен? Бердің ғой әке, бек бақты бейнегенде. Сізге. Жүгініп жүресіз, сабағын сол сатып аласыз. Біз сіздерді қимай тұрмыз. Сондықтан бір жақсы әнмен бастадық. Құдай болса Құран оқытылады аяғына дейін. Той болса ән айтылу керек. Сондықтан бір жақсы ән жүректі өтеді деп осы әннен кейін бата сұраймыз. Дайын отырыңыздар. Кеттік бірге. Ал біз сіздерді қимай тұрмыз. Қоштасар уақыттың жеткеніме, сынаптай сағаттың өткеніме, сағынып жетермін елім саған. Орманын аңсайды көк бөріде, мен өзім берікпін әр сертіме. Ән кешін қалдырып ән шеркіне, жиналған жұртыма көп рахмет. Концертіме қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Тағы келем, тағы келем, қазағымның ризамын қартыма, жастарыма, ашықтық тілеймін аспаныңа. Жаратқан бергенше таудай талап, бармақтай бақ берсін бастарыңа. Қоштасқым келмейді махаббатпен, уақыттың талабы қатал әттең. Шығарып салыңдар сахнадан шапалақпен. Қимай тұрмын, қимай тұрмын, өз-өзіме сыймай тұрмын. Тағы келем, тағы келем, қазағымның
класстастарым. Эй, адал достарым, ағалмастарым, есімді әлі мектепке қадам басқаным. Ең алғашқы сендермен амандасаным, 11 жыл бірге оқып бітірген класстастарым. іздеп едім бірақ таппадым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімде мен сақтадым. Айналайын класстастарым. Ке көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды.